Сәлем достар, білімім каналына қош келдіңіздер. Достар, мен бүгін сіздерге математика пәнінен 36-шы беттегі мен сіздерге 875, 76, 77, 79, 80, 81, 82 деген есептерді көрсететін боламын. Ал ендеше кеттік достар. Достар, бізде 875 есепте біріншісі және екіншісі, үшіншісі берілген. Сіздерге қазір көрсететін боламын. Достар, яғни бізде біріншісінде 8 кіші 13-тен, яғни сонда осылай шығаратын боламыз. Көшіріп алыңыздар. Ал ендеше екінші есебіміз керек. Достар, ол біздің 75-ші есептің жалғасы. Енді 876-шы есеп. Сіздерге 1, 2, 3, яғни 3 мысал келтіріп қойдыңыздан сіздер осылай жасайтыныңызға болады. 77-ті дәл осындай, бірақ көбейту. Достар, міне бізде 879-шы есеп осылай шығарылады бізде жауабы. Достар, және де осы есепті қарай отырып, менің каналымда уже 468 подписчик болды. Енді сіздер, достар, менің екінші каналыма, яғни ол каналда блог түсіретін боламын. Ол әжемен немере деп аталады. Яғни есебімізге көшсек 881-ші есеп. Енді бізде үй жұмысына берілді. Бізге 882, бұдан мен сіздерге бірінші және екінші амалдарды сіздерге жазып көрсетіп жатырмын. Енді сіздер менің еңбегімді бағалаңыздар. Сосын менің каналыма тіркеліп, лайк басып осы видеоға комментарий жазыңыздар, егер комментарий ашық болса. Сау болыңыздар достар, осымен видеомыз аяқталды. Комментарий жазып, маған қолдау көрсетіңіздер. Және де әже мен немере каналына тіркелуді ұмытпаңыздар.